Бұл Көкшетау қаласы және мұның жалпы турнирдегі орындарына тоқталсақ, маусымның жетпес желге қарсы ойнап жатыр және күнге қарсы ойнап жатыр. Ал бұл жерде Оқжетпестің шабуылы, қақпаға соққы, гол! 1-0. Матчтың 5-ші минутында алаң қожайындары гол соғып есепте алға шықты. Міне менің әңгімемнің күл талқанын шығарды. Ешқандай желде, күнде жай қарсыластары да төтеп бере алмады және гол соққан номер 22-ші ойыншы бұл Даниил Семенюк. Жарайсың Даниил және өзінің ені көрдік. Бұл енді Оқжетпес ұжымының ойыншысы бол керек. Аздап жарақат алған сондықтан қазір Семенюк өзінің командаласына осылай қолдау білдірді. Міне Дауд жазылып кет. Әріптестері сізбен бір сырық шалынды және қақпаға бағыттаған соққы. Даниил Газиев, өте жақсы пас, баспен соққы және доп қақпа торынан табылмады. Әлі қандай қарбалас және футболшы Бейбарыс Серікқали, бірақ Бейбарыс орнынан тұрды. Барлығы ойдағыдай қараңыздар, қандай мүмкіндік және доп қақпаға енуде ғажап емес. Бейне қайталау күмәнді енді өкінішке қарайым Күйджилиге әзірге беру керек. Әріптестері күтеді және алға асырған пас, қандай мүмкіндік. Жақсы шабуылды аяқтай алмады Артем. Және бұл шабуылды да кезек шабуылдар қаптал арқылы Оқжетпес қақпаға әдемі жақындады. Бұл жерде керемет соққы және 2-0. Браво, қандай әдемі соққы және әріптесі бос қақпаға допты оңай бағыттай салды. Ең әуелі соққы жасаған бұл білуімше Арапов Арсен. Қараңыздар, мына соққыны қараңыздаршы. Тамаша, қандай траектория, қандай керемет соққы. Доп қақпаның бағанасына тиіп барып тура Нұралының аяғынан табылды. Нұралы болса көп ойланбай. Және қақпаға бағыттаған. Бұл жерде жақсы мүмкіндік және қақпаға соққы болды, бірақ доп әлі Оқжетпесте. Мүмкіндік туындады. Семенюк қапта. Бұл жерде соққы болды және өте сәтсіз соққы. Паста сүреңсіз орындалды. Алыстан бағыттаған соққы Сепкен добы. Бұл Әлмерек бағыттаған соққы. Арапов Арсен бірінші таймда алыстан соққы бағыттап. Жақсы ұмтытау. Бұл жерде тамаша гол. Жайық командасы күтпеген жерден гол соғып кетті. Есеп 2-1. Тамаша. Оралдық команда өз дегендеріне жетті және есепті нәтижелі басыды. Міне бейне қайталау. Тіпті менің өзім күтпей қалдым бұл жерде Нұржан соққы бағыттайтынын. Бір қарағанда финт орындайтындай көрінді, бірақ Нұржан Шүкеновтың ғаламат соққысы. Және өте жақсы мүмкіндік. Алға қарай пас, қақпашы құны қайтаруға дайын. Және Бекмұханов. Бұл меке Оқжетпес орындайды. Допты әдемі әуелетті. Қазір соққы керек. Пас жетті. Бекмұханов тағы қапталға берді. Арғарай Рами Жақсылық бірден тепті. Өте жақсы мүмкіндік. Және ол тепті. Өте орынды шешім. Бірақ сәл ғана дәлдік жетпеді. Әйтпесе шешім дұрыс. Тамаша мүмкіндік. Ал бұл жерде бейне қайталау. Оқжетпестің өте қауіпті шабуылы болды. Седе гол соғып үлгермей. Өзгерістер біраз болды. Қазірде
әлі аяқталған жоқ. Ал бұл жерде қандай сейф! Никита Рахат Ғазиз ойынға қосылды. Бұл Никита Аким Побережный. Ортаға жақсы ойысты Побережный. Соққы керек. Міне тепті. Міне сәл қиыс кеткен. Тамаша. Побережныйдың осындай бір ортаға ойыс барып. Ал бұл жерде ше пенальти. Жайық футбол клубы матчтың Рамиль Жақсылықтың командасы. Қараңыздар, міне осы жерде. Бұл фол ғой. Сөзсіз ереже бұзылды. Бекмұханов соққы, гол! 2-2. Ильяс Бекмұханов матчтың соңғы минуттарында гол соғып таразбасын теңестірді және оралдық командалардың жоспары бойынша Жайық бүгін сырт алаңда жоқ дегенде 1 ұпай үшін ойнайды деп айттым, өйткені ал сапар бар, сырт алаңда ойнайтын фактор бар, бұның барлығын есептесек қазір. Ал бұл жерде қақпаға соққы және Никита. Ал бұл жерде ше. Эта хуйня может упасть из-за ветра.